берейін. Вакцина деген ол профилактический. Ол вакцина жоқ, действительно вакцина әлі шыққан жоқ. Бірақ енді дүние жүзінде болып жатыр, қазір естіп жатырсыздар ғой, противовирусный терапия бізде клинический протокол деген бар. Именно осыған арналған министерствомен утвержденный клинический протоколды негізге алып емдедік. Противовирусный терапиялар бар. Кешегі мысалы Қытайдан келген дәрігерлер келіп көмекке келіп жатыр. 2-3 күннен бері видеоконференция тыңдап жатырмыз сол кісілермен де. Олар да осы біздің қолданып жатқан препараттардың эффективный екенін дәлелдеп, кешегі разборда болды. Алматыдағы, Шымкенттегі жағдайларда олар жақсы положительный оценка берді біздің дәрігерлердің дұрыс емдеу жолында екеніне. Осы алып жатқан препараттардың именно эффективный екенін оларда осылай дәлелдеген, оларда осы дәрілермен емдеген. Енді бұл әлі до конца не изученный новый вирус, поэтому я не могу утверждать, именно этот препарат действует деп. Но эффект есть. Өздеріңіз көріп отырсыздар, өзіміздің көзіміз жетті. Эффект бар. Ал енді осы ғимаратта қазір қанша адам ауырып жатыр, жағдайлар қалай? 5 ауырып жатыр бізде қазір. Енді жаңағы ер адамды шығарсақ 4 ауырып қалады. Осы біздің ауруханада областное инфекционное отделение, областной больницы. 4 адамның ішіндегі 1 адам ауыр жағдайда, жасанды тыныс алу жолымен демалып жатыр. Енді стабильно тяжелый. Қалған 3 адам бар, олар әйел адамдар, олардың жағдайлары қанағаттанарлық.